Мағжан мырза, осы Коралка компаниясында сіз қандай рангтасыз қазір? Қазір мен бүгін награждениеге шықтым. Золотой директор. Золотой директорда топ номер 1 болдым товарооборот бойынша. Керемет. Осы қателеспесем, сіздер осы недавно бастадыңыз. Біз бастағанымызға 3 ай болды. Мен келіншегімнің аккаунтымен біз 3 аптада мастер аштық. Сосын менікі қазір золотой директор. Керемет. Бұл еще раз подтверждает, что семейный бизнес ретінде бірге жұмыс жасауға болады. Бірнеше жұптар қазір бірге жасап жатыр. Сіздерді көріп қазір қуанамыз. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Жалпы сіздер бұл жерге сетевойға басында көзқарастарыңыз қалай болды Коралға келгенде? Енді жалпы сетевойға, жалпы мына Қазақстан нарығында сет десе кішкене адамдар қашады, қорқады ғой. Тура солай. Бізде енді өзіміздің кәсібіміз болған екен. Мен жалпы Малайзияда уже тұрып жатқанымызға 2,5 жылдан асты. Туризммен айналысамыз. И Камида келіншегімде тоже онлайн фитнес марафонымыз бар, жаңағыда онлайн приложение. И біз өз кәсібіміз болған екен, біз сетке шақырса да біз сетке бармайтынбыз. Бірақ енді бізді осы Әсем ханыммен жаңағы Даниярбек мырза қосты. Ол кісілер жалпы бізбен біздің клиент болу арқылы бірінші туризмда клиент болды, солай дос болдық, семейный араласып кеттік, сөйтіп уже анау сен біреуді дос тұтқан кезде одан не қылмайсың ғой, жаңағы сетті ұсынса да, бірақ не қылып көрдік та, разобраться етіп көрдік, қалай болыватыр енді, табыстарын естідік, өмірлерін қарадық, адамдардың өзіне қарадық деген сияқты сөйтіп, давай разбираться етіп көрейікші деп осылай сетке не қылдық. Былайынша сырттан біреу келіп айта салатын болса, бізде всегда сетевойға негізі есік жабық еді. Керемет. Жалпы енді Камила ханымды білеміз, қарайған аудиториясы бар, бүткіл Қазақстан қарап жатыр, соның барлығын қорықпай осы блогпен бірге осы Коралды жүргізіп жатырғанына көзқарастарыңыз басында қалай болды, қорқынышты болды ма? Қазір көп блогерлер бастауы қорқатты именно осы бағытта. Жоқ, біз енді оны да аудиторияны да ескереміз, үлкен аудитория болғаннан кейін оны тоже аккуратно, біз қазір байқасаңыздар бәрін ашық, ойбай Корал деп айқайлап жатқан жоқ. Біз оның әр нәрсенің өзінің жөні болады, сол жөнімен дұрыстап аудиторияға да жайлап оны үйрету керек қой. Біз байқадыңыздар ма, былай Коралды открыто айтып жатқан жоқпыз ғой. Оны көрсетіп жатыр, командаға адамдар жинап жатыр, общий жаңағы закрытый зумдарда біз дұрыстап түсіндіріп жатыр адамдарды, бірден шошытып алмас үшін. Жаңағындай бізде бұрын сетқа дұрыс көзқараста болмаған сияқты адамдар айналады солай да. И оларға бұл нәрсені біз өзіміз көзіміз жетті ғой, дұрыс екен білген екен, адамдарға да оны бір общий бір закрытый встречаларда или бір офлайн бір встречаларда бірге отырған кезде жеткізу оңайырақ, чем бір рилс бір сторисқа қарағанда да, бір сторис бір рилспен сен жеткізе алмайсың адамдарға. Оны алдыңа келіп отырғызып, полный сызып беріп отырып, жалпы бизнесмендерге бизнес тілінде, жаңа инфобизнесмендерге инфобизнес тілінде, жай жұмыс жасамай жүрген кісілерге жай өзінің тілінде деген сияқты әркімге өз подходы болады, сонымен біз жасап жатырмыз. Керемет айттыңыз, дұрыс айттыңыз, әр адамға өз подходы, бірақ сіздер қазір ең бастысы результатпен барлығын дәлелдеп отырсыздар да. Камила ханым бір 2 күнде сразу золотой директорды ашты, астында қарайған қыздар шығарды, қазір 39 адам табыс тауып жатыр. Жалпы осы сетевой бағытта біз MLM бизнеске бастағысы келіп, бірақ қорқып отырғандарға не ойлайсыз, қалай айтасыз, қандай ұсыныс айта аласыз? Оны қандай ұсыныс болғанда тек қана оны бастап көру керек, бастап көрмейінше, өйткені кез келген жерде ол сетевой болсын, кәдімгі бизнес болсын, кез келген жерде қиыншылық бар да. Бірақ мен мынандай нәрсені байқадым, сетевойға келген кезде адамдардың психологиясы кішкене өзгеріп кетеді екен. Как будто сетевойда былай жатып ақша табатын сияқты. Енді адамдар солай айтқанша жатып алып ақша түсе береді, жатып алып ақша түспейді. Бұл жерде де жұмыс жасау керек, кәдімгідей, бұл жерде кәдімгідей еңбек бар да, тура кәсіп жасаған сияқты. Кәдімгі мысалы адамдар 24-те 7 жұмысқа барудан шаршамайды ғой, азында тұрып, 9-да тұрып, 6-ға дейін жұмыс істеуге де шаршамайды да, бірақ сетевойға келгенде жаңа айтып жатыр ғой, анау нелер, спикерлер, система жүйелі түрде жұмысқа қарағандай қарау керек. Ал олай қарамасаң бұл жерде рост жоқ та. Кез келген салада сен жұмысқа бармасаң, бизнеста да тұрақты бизнес жасамасаң рост жоқ. Тура сол сияқты бұл сетевой компанияда да, сетте да сен тұрақты жүйелі түрде жұмыс жасамасаң рост жоқ қой негізі. Керемет, дұрыс айттыңыз. Сосын бір соңғы сұрақ, жалпы бізде MLM бизнесте ер адамдар көбі шыны керек жұмыс жасамайды да қазіргі уақытта. Әйелдердің жұмысы дейді. Қазір мысалы Данияр мырза біздің спонсор Қазақстан бойынша ер адамдардың ішінде золотой мастер ең бірінші болып ашып жатыр. Сіздің ойыңыз қалай? Негізі, неге сетте әйелдер көп деп ойлаймын, өйткені эмоция көп қой, сетевойда эмоция көбірек берген екен, әйелдер бірінші эмоцияға не қылып алады да, түседі деп кете береді. Ер адамдарға не керек? Ер адамдарға жаңағындай бір
холодный отырып түсіндіріп, егер жүйе бар екен, дұрыс ақша бар екен, бұны істесең бұл жерде бұл кәдімгі бизнес екен көрсетіп берсең, любой ер адам бұны істеуге дайын. Енді біз өзіміз разобраться етіп, бұл жерде кәдімгі бизнес екен, жүйелі түрде істеу керек. Иә, эмоция да керек. Жаңа бұл жерде сол ер мен әйелдің семейный жұмыс жасаудың плюстары өте үлкен да. Әйел адам эмоция бере алады, ер адам жаңа жүйелі түрде командаға былай все, давайте істеуіміз керек, мына жерде еңбек ету керек деген сияқты нәрсені ер адам айта алады, и ол жүйе құра алады да. Сол үшін де ер адамдарға эмоциясыз, әйел адамдарға эмоциямен сетевойды түсіндіре беруге болады жалпы. Керемет. Рахмет сізге көп.